Баршаңызға сәлем әріптестер, сіздермен бірге Жас бол подкасты және оның жүргізушісі мен Әбдібаев Айдар. Бүгін сіздермен біздер директор орынбасары деңгейіне жетудің жолдары туралы арнайы тақырыпқа арналған подкастымызды бастап отырмыз. Және бүгінгі подкастымыздың қонағы Исаев Мият. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз. Аха. Мият, енді сіздің өте үлкен тәжірибеңіз бар екенін біз білеміз. Сізді арнайы қонақ ретінде бүгін шақырып отырмыз және мен сізден бүгін кішігірім сұхбат алып, біздің жалпы барлық қызметкерлерімізге бір ынта беру мақсатымен осы интервьюге шақырып отырмыз. Жалпы қалыңыз қалай? Көңіл күйіңіз? Жақсы, Аллаға шүкір. Аха. Өздеріңіз. Аха. Мият, дәл қазір қай филиалда қандай қызмет етіп отырсыз, сол туралы қысқаша айтып берсеңіз? Қазір Алматы нөмір 37-ші филиалында замдиректор болып қызмет етіп жатырмын. Жалпы компанияға келгеніңізге қанша жыл болды? Қай уақытта келіп едіңіз? Жалпы компанияға 2010 жылы келдім. Екінші магазиннің ашылуына қатыстым. Содан бері 2023-ке дейін 13 жыл болыпты. Яғни біздің атақты екінші филиалдың ашылуынан бастап сіз осы бізбен бірге магазиндасыз. Иә. Аха, керемет. Жалпы осы 11 жыл болды дедіңіз. Қандай мамандықтан бастадыңыз? Ең бірінші сатушы болып бастадым. Сатушы болып бастағанда жалпы қандай мақсатпен келіп едіңіз? Қандай оймен келіп едіңіз осы компанияға? Жалпы компанияға 2007-де мен осы Алматыға оқуға түскен кезде ең бірінші филиал ашылған болатын. Сол кезде супермаркетте бір істеп көргім келіп, сондай бір ой болған. Бірақ ол кездер студенттерді алмайтын. 2010-да оқу бітіргеннен кейін түйіндемемді осы компанияға тастап кеткен едім. Ол кезде тек қана Алматыда бір ғана магазин болған, Абай Момышұлдағы. Иә, бірінші филиал. Сол жерде 3 айдан кейін мені резюмемен хабарласты. Енді сол алғашқы сәттер, екінші филиалда мүмкін басында қандай да қиындықтар болды ма, жоқ, бір ерекше есіңізде қалған сәт болды ма? Осы сатушы ретінде алғашқы қадамдарыңыз туралы айтып берсеңіз. Сатушы ретінде алғашқы қадамдар, ол жерде магазин ашылмай тұрып, ішінде құрылыс жұмыстары жүріп жатты. Ең бірінші соған қатыстық. Уақыт өте келе, құрылыстар біткеннен кейін товар әкеле бастады. Сол товар әкелген кезде, сол кезде қызықты оқиғалар болды, әрине. Ішіне товар әкеліп жатқан кезде, ішін заттарды сындырып алу деген сияқты. Қорқып, не істеймін мынаны қазір деп. Сондай оқиғалар болған. Жалпы мен әртүрлі оқиғаны айтып жатсыздар, әртүрлі кейс әрине болады. Ең қатты есіңізде қалған мүмкін бір қиын сәт па, жоқ, бір ерекше бір өзіңіз қатты мазалаған сәттер болды ма осы мансабыңыздың басында? Мансабым басында мазалаған заттар болған жоқ. Ол жерде бір жылдай продавец болып жұмыс жасадым, гастрономия бөлімінде. Одан кейін, бір жылдан кейін нөмір 3-ші магазин ашылды, Адемде. Сол жерге аға сатушы болып, сол жерге бардым. Аға сатушы. Енді ақырында бір жылдың ішінде ақырында мансаптан өсіп жатыр екенсіз. Бірақ жалпы сол кезде ойлап едіңіз, 11 жыл бойы магазинда істеймін, осындай ұзақ мансабым болады осы жерде деген ойыңыз болып па еді? Жоқ. Ондай ойсыз келдіңіз бе? Ондай болған жоқ. 11 жыл, 13 жыл өтеді деп ойламаппын мен. Өмірімнің 13 жылы магазинда өткен. Керемет. Яғни Адемдегі біздің 3-ші филиалға сіз аға сатушы болып жұмысқа ауыстыңыз, мансабыңыз өсті. Ол жерде қандай өзгерістер болды? Жаңа рөлде, жаңа қызметте? Жаңа қызметте сатушыларды басқару, тауарлармен жұмыс жасау. Бірақ енді ол кезде де аға сатушы боламын, одан ары бөлім меңгерушісі, директордың орынбасары боламын дегенде ой болған жоқ болатын әрине. Уақыт өте келе ол жерге бөлім меңгерушісі болып тағайындалдым. Керемет, бөлім меңгерушісі болдыңыз. Енді Мият, менде тағы мындай сұрақ бар. Жұмыс болғанмен, жұмыста жеңіл сәттерде, қиын сәттерде болады. Бүгінге неше филиалда істеп көрдіңіз магазинде? Бүгінге дейін 5 филиалда жұмыс жасадым. 5 филиал, иә? Енді осы 5 филиалдың ішінде өзіңізге ең жаныңызға жақын, мүмкін ең қатты есіңізде қалған ол қай филиал? 26-шы филиал. 26-шы? Неліктен дәл 26 қалды? Ол жерде басынан ашылуынан болдық. Ол жердегі сатушылар бар, басқарушылар бар. Олармен жақсы араласып кеттік. Қандай болып кеттік десек те болады. Әлі күнге дейін бір-бірімізбен хабарласып отырамыз, жақсылығымызға шақырып отырамыз. Ол жер біздің екінші үйіміздей болып кетті. Басқа филиалдарға қарағанда. Екінші үй секілді. Осы мансабыңыздың барысында сізге бір қатты әсері тиген, сізге тәлімгер болған, немесе сізге өте бір өсуіңізге үлесін қосқан
адамдар болды ма? Бір ынта берген? Әрине болды. Арыстанова Аида деген кісі бар. Қазіргі отдел кадрдың бастығы, кадр бөлім басшысы. Сол кісі өте мотивациялар берді. Осы көтерілуімізге. Сол кезде тәлімгерім болған Горбачева Елена, қазіргі директор филиалы 7-ші Магнумнан. Ол кісіге де рахмет. Одан кейін директор филиал қазіргі номер 11-ші Петрова Татьяна, ол кісіге де рахмет. Ол кісілер барлығы көмектесіп, әріптестерім де бір жағынан көмектесті. Бірақ соның ішіндегі ең қатты мотивация берген кісілер осы Арыстанова мен Горбачева. Менде тағы бір қызықты сұрақ туындап отыр. Жалпы сіздің ойыңызша, аға сатушы болдыңыз, бөлім меңгерушісі болдыңыз. Жалпы Магнумда істеу үшін және Магнумда табысқа жету үшін адам бойында қандай қасиет, немесе қандай дағдылар болу керек? Ең бірінші ынта болу керек. Одан кейін адам өзіне мақсат қою керек. Келгеннен кейін мен осы жерге сатушы болып келдім деп, сатушы болып қалуға болмайды. Өйткені дәл өз секілді әрбір сатушы бөлім меңгерушісі болып жатыр. Администратор зона приемка дейді. Сондай должностьқа кетіп жатыр. Аға кассир болып кетіп жатыр. Тағы да ары қарай директор орынбасарына көтеріліп жатыр. Соларға қарап адам өзіне ең бірінші мақсат қою керек. Керемет. Мақсат, Сізді осы мансабыңыздың басында не ынталандырды және қандай мақсат қойдыңыз ең басында, және сол мақсатқа бүгін жете алдыңыз ба? Сол мақсатқа жете алдым. Өйткені жаңа ең бірінші компанияға келген кезде мен бөлім басқарушысы болмаса филиалдың басқарушысы болдым деп ойлаған жоқпын. Аға сатушы болдым. Одан кейін меңгерушілікке ынта басталды. Қасымдағы бірге жұмыс істеп жатқан әріптестерім көтеріле бастағаннан менің де сондай ынтам ашылды. Қызығушылығым басталды. Содан ары қарай жалғаса берді. Керемет. Дәл бүгінгі таңда жұмыс істеуге, ары қарай өсуге, күнделікті осы жұмысқа келуге сізді не шабыттандырады? Шабыт беретін не сізге жалпы? Шабыт беретін ең бірінші адам өз жұмысын жақсы көру керек. Әйтпесе ол жұмысқа барғаннан ешқандай бір пайда жоқ. Күнің сәтсіз өтеді дегендей. Ең бірінші адам өзінің жұмысын жақсы көру керек. Енді менде тағы бір қызық сұрақ болып отыр. Қазір біздің компания өте қарқынды өсуде, қарқынды дамуда, және бізде қызметкерлердің саны өте көбейіп жатыр. Бірақ кейбір қызметкерлер қарасақ, тез келеді де 2-3 айдан тез кетіп қалады. Бірінші қиындықтан кейін жұмыстан кетіп қалып жатады. Осындай сәтте қандай демеу, қандай нұсқаулық берер едіңіз? Ұзағырақ жұмыс істеуге өзіңізді ынталандыру үшін, өзіне бір болашағын осы компанияда көру үшін адам неге баса назар аудару керек? Ең бірінші келген кезде біз адамдармен сұхбат өткіземіз. Компанияға келген кезде көбінесе студенттер келеді, енді өзінің мамандығымен жұмыс жасағысы келеді. Бірақ соның ішінде компанияда қалам дегендерге біз әр маманды пример қылып көрсетеміз. Мынандай болып келген, осы продавец болып келген, грузчик болып келген, осындай дәрежеге жетіп жатыр. Егер сен де алдыңа мақсат қойсаң, осындай дәрежеге жетесің. Егер дәрежеге жеткің келсе, біз саған көмектесеміз, әрқашан қолдап отырамыз. Сондай нәрселер айтамыз келген продавецтерге. Сіз бағана айтып отырсыз, Аида ханымды айттыңыз, Петрова Татьяна айттыңыз, сізге тәлімгер болған кісі. Ал осы 13 жылдың ішінде сіз өзіңіз тәлімгер болып, бір жаңадан бастап келе жатқан бір қызметкермен жұмыс істеген бір тәжірибеңіз бар ма? Болды. Филиалға бізге келген директор орынбасарлары келді, дублері деп. Сол кісілерді дайындағанбыз. Бірақ соның ішіндегі азы ғана өтті. Қиыншылықтарға шыдай алмады кейбіреулері. Бірақ енді қолымыздан келгенше көмегімізді бердік. Жаңа айтып отырсыз, кейбіреулер қиыншылыққа шыдай алмай жатыр деп, өзіңіздің мансабыңызда осы Магнумда әртүрлі жағдайлар болған шығар, бірақ ең қиын қандай сәт болды өзіңіз үшін? Бір моральды тұрғыда ма, жоқ, физикалық тұрғыдан ба, сол туралы айтып берсеңіз. Қиыншылық болды. Түнгі ревизия болып жатқан бізде. Түнгі ревизия болып жатқан кезде программамыз істемей қалды. Сол программамыз істемей қалған жағдайда біздің әр филиалдың өзінің жаңағы IT мамандары бар. IT мамандары сол кезде телефонға қоңырау салғанымызда жауап бере алмады. То есть телефон алмады. Түнгі сағат 12 мен 1-дің ортасы болатын.
не істерімізді білмей ревизия тоқтасақ оны қайтадан санау үшін ол қаншама күш жұмсалды. Көп магнумде жұмыс жасағанның арқасында деп ойлаймын бір жағынан, бір жағынан көп адамдармен жұмыс жасаған. Басқа филиалдың IT мамандарына хабарласып, зорға деген кезде ұйқысынан оятып, түнгі сағат 3-те видео звонокпен ол IT маман көмектесіп отырып бізге. Сондай жағдайда жаңағы программамызды орнына келтіріп, ревизиямызды қайтадан жалғастырған кездеріміз болған. Керемет. Керемет. Ең басты шешім таптыңыз, иә? Ең басты шешім табылды. Әрине, бұл өте керемет мысал. Және тағы бір сұрақ, Ният мырза, қараңыз. Мүмкін өзіңіздің бір кішігірім әдеп ғұрыпта ритуалдарыңыз бар ма? Жұмысшылармен бірге істейтін, немесе өзіңіз істейтін күнде жұмысты бастағанда, немесе азанда таңертең аптаны бастағанда өзіңіз бір істейтін бір ритуалдарыңыз бар ма? Жұмысқа дұрыс настрой жасау. Әрине, ол әрбір келген директор орынбасары болсын, бөлім меңгерушілері болсын, әрқайсысы өзінің келген кезде жаңағы 5 минутқа дейді, сол жиналысты міндетті түрде ашады. Өйткені әр сатушыға өзінің бүгінгі істелетін жұмысын бермесең, не істерін білмей, жұмыс жүрмеуі мүмкін. Сондықтан жұмысқа келген кезде міндетті түрде 5 минуттық жиналыс болады. Сол кезде әр сатушыға, әр меңгерушіге өзінің бүгінгі істелетін жұмысын береміз. Жақсы. Күнделікті ертеңгі жиналыстар, яғни былайша айтқанда планеркалар. Планерка болады, міндетті түрде. И смена аяқталғанша сол берілген міндеттерді тексеріп отырамыз. Енді бізде магнум болғаннан кейін бізде сатып алушылар да өте көп. Біз тек қызметкерлермен, сонымен қатар біздің клиенттермен де жұмыс жасаймыз. Осы сіздің ұзақ тәжірибеңізде бір сатып алушылармен болған бір қызықты немесе бір ерекше жағдайлар болды ма? Есіңізге түсіріп солмен бөлісіп берсеңіз. Әртүрлі жағдай күнделікті болып жатады. Кейбір сатып алушыларға бағасы дұрыс болмай қалады. Сондай жағдайларда келеді. Магнум бізді алдып жатыр. Алдып жатыр, иә. Кассирлерден көреді, бастықтарын шақырыңдар деп. Бірінші міндет сатып алушыны тыныштандыру, кешірім сұрау. Біз енді обслуживающий компания болғаннан кейін сатып алушыға дұрыстап қызмет көрсету. Қарсылықтармен жұмыс істейсіздер. Қарсылықтармен жұмыс жасаймыз. Ең бастысы бірінші кешірім өтініп, қандай жағдай болғанын түсініп, қателіктер бізден болса, ол қателіктерді сол орында шешіп беруге тырысамыз. Жақсы. Дәл қазір сіз 37-ші филиалда директор орынбасары қызметіндесіз, иә? Енді осы 5 филиалда істедім дедіңіз, 37-ші филиал өзіңіз үшін немен ерекшеленеді, және 37-ші филиалға қазір бір қандай ой бөлсеңіз, бұл не филиал, қандай ерекшеліктер бар, мүмкін қысқаша айтып берсеңіз. Мен 37-ге дейін 12-ші филиалда жұмыс жасадым. Ол жерде товарооборот үлкен, площади да үлкен. 37-ші филиалға барған кезде ол жер товарообороты 12-мен бірдей, бірақ объемы кішкентай. Көлемі кішкентай. Одан кейін директорыммен жақсы қарым-қатынаста, өте жақсы директор. Директорлардың ішіндегі деп айтсам болатын шығар. Ерекшеліктер, яғни көлем аз болса да, сауда көлемі кем емес, және директор өте мықты деп. Жалпы сонша жыл істедіңіз, бірақ алдағы бір 2 жылға бір елестетіп көрсек, 2 жылдан кейін немесе 3 жылдан кейін Ният өзіңізді қай жерде және кім болып көресіз? Мен қазір кадр резервтамын, директорлыққа өзімді ұсындым. 1 жылдың ішінде мүмкін Алла нәсіп етсе директор болып қалатын шығармын. Керемет. 1 жылдың ішінде директор болу алдыңызда мақсатыңыз бар, иә? Жақсы, керемет. Енді тағы мынандай сұрақ, қазір дәл өзіңіз секілді жаңадан сатушы болып келіп жатқан, жаңадан кассир болып келіп жатқан, мүмкін басқа да мамандар келіп жатқан жас мамандар көп, ынталы азаматтар өте көп біздің Магнумда, иә, бүкіл Қазақстан бойынша. Соларға жалпы қандай нұсқаулықтар, кеңестер берер едіңіз? Дәл сіздің бүгінгі позицияңызға жету үшін олар не істеу керек? Енді бұрынғы біздің кезбен салыстырған кезде бізде конкурентная способность деген болатын бұрын. Ол кезде Магнум біз істеп жатқан кезде ақырын ашылып жатқан болатын. Ол кезде ең мықтылар ғана бірінші кететін. Ал қазір мысалы Магнумдар тез көбейіп жатыр. Сондықтан біз әр келген сатушымен жеке
сұхбаттасқан кезде оларға міндеттерді түсіндіреміз. Қазір сен өзің алдыңа мақсат қойсаң, сол мақсатқа жетуге тез жолдары бар, оңай жолдары бар. Өзің әр адамның өзіне байланысты ғой енді. Бір адам сатушы болып келеді, сатушы болып қалады. Бірақ соның ішіндегі лидерлері болады обязательно. Олармен тығызырақ біз көбірек жұмыс жасаймыз. Сіз жаңа айтып отырсыз, арасында бір лидерлар болады, көзге түсетін бір ерекше көшбасшылар болады деп. Жалпы сіз бірінші неге назар аударасыз адам жұмыс істегенде? Осы болашақта болатын қызметкер ау деп қандай мүмкін критерияларға қарап сіз шешім қабылдайсыз өзіңіз? Критерияларға қарағанда бір тапсырманы берсең, соны уақытылы и тиімді жұмыс жасайтын адамдар болады. Солармен кішкене тығызырақ жұмыс жасаймыз. Өйткені тез соларды маманға дайындап жіберген оңайда. Яғни талпынысы бар, уақытында істейді және тиімді жұмыс істейді. Басқалармен де әрине жұмыс жасаймыз, оларды қалдырып қоймаймыз, жұмыс істей алмайды екен деп. Олармен де міндетті түрде жұмыс жүреді. Жақсы, Ният, онда менде сізге соңғы бір сұрағым бар. Филиал директорының орынбасары бұл басшы. Әр басшы өз командамен менеджмент жұмыс істегенде әртүрлі өзінің бір лайфхактары бар, өзінің ерекшеліктері бар. Дәл өзіңіз командамен қалай жұмыс істейсіз? Командамен жұмыс істегенде бірінші орынға ойыңызға нені аласыз? Сол туралы айтып берсеңіз. Ұжыммен әрқайсысына өзінің берілген бір күндік заданиялар болады. Әр күнге әртүрлі задания беріледі. Соның ішінде мысалы промо акция ауысатын кездері болады. Промо акциялар ауысатын кезде бір апта бұрын задания беріледі. Каталог бойынша товарларды уақытылы заказ беру, кейбір промо акциялар жаңағы әр товардың өзінің орны бар, сол орындарына қойылмай қалады. Солардың бәрін категория менеджерларымен хат жазып, уақытылы орындарына прописать еткіздірту. Соларды қадағалау. Олардың бәрін енді алдын ала береміз ол бөлім меңгерушілеріне. Содан кейін уақытында товар заказы берілді ма, берілмесе не себепті берілмеді, кейбір товарлар келмей қалады мысалы. Солардың бәрін уақытында тексеріп отырамыз. И әр бөлім меңгерушісіне задание беріледі. Соның бәрін алдын ала жасап отырсаң, промо акция ауысатын кезде ешқандай қиындыққа соқпайды. Яғни жұмыс ретті жүретін болады. Жұмыс жүйелі түрде жүру керек. Жақсы, енді Ният, бүгінгі осы сізбен сұхбаттасып отырып өзім үшін де көп қызықты ақпарат алдым. Жалпы үлкен тәжірибеңіз сезіліп отыр, білініп отыр, керемет сұхбат болып отыр. Енді осымен аяқтасақ, бүгінгі соңғы айтарым, жалпы Магнумның қызметкерлеріне қандай тілек айтар едіңіз? Қандай жас қызмет біздің әріптестерімізге қандай сөз айтар едіңіз? Әріптестеріме тек қана алдына мақсат қойып, сол мақсатқа жету, әр жұмысшы өзінің жұмысын жақсы көру. Керемет. Әр жұмысшы өз жұмысын жақсы көрсе, бұл біздің үлкен табыстың бір көзі. Енді Ният, үлкен рахмет. Енді үлкен сенімдемін, бағана айтқандай мақсатыңыз қойылып тұр, ынтаңыз көп екен. Бір жылдан кейін сіз айтқандай директор болып осы жерге тағы бір подкастқа келсек, біздің керемет тағы бір интервью болады деген сенімдемін. Сізге осы сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет, және сіздің айтқан барлық әңгімелеріңіз біздің барлық әріптестерімізге үлкен бір ынта болады деген, үлкен шабыт болады деген сенімдемін. Қымбатты әріптестер, бүгінгі біздің шығарылымымыз өз аяғына дейін жетті. Сіздермен бірге Жас бол подкасты және Жас бол подкастының қонағы бұл 37-ші филиалдың директор орынбасары Исаев Ният және мен оның жүргізушісі подкасттың Әбдібаев Айдар. Тыңдарыңызға рахмет. Жалпы Magnum подкастын біздің Magnum Live Telegram ботынан немесе біздің лайв сайтымыздан әр кезде көре аласыздар. Рахмет, сау болыңыздар.